кезекші отырамыз. Кім кезекші? Ал Бекзада жауап бере ғой. Кім жоқ сабақта? Бүгін барлығы түгел екен. Ендеше біз сабағымызды бастауға толық мүмкіншілігіміз бар, я? Ортаға барлығымызды шақырайық, шарттық шеңберін құрайық. Кәне бір-бірлеп шығамыз, бірінші қатарда бастап, шарттық шеңберін құрамыз. Кәне бір қыз бұрын болып, әдемі болып тұра қалайық. Кәне кел. Жаямыз бір-бірімізге сәттілік тілеу үшін, я? Бірінші мен бастайын. Бүгінгі күн сәтті болсын. Енді сендерге мен мынандай сұрақ қояйын. Сақина салу деген ойынды естігендер бар ма? Ол қандай ойын? Кәне, Жұлдызай жауап бере қойшы. Қазақтың ұлттық ойыны. Бүкіл бала шеңберге жиналып тұрады. Бір адам қолына сақина салады. Басқа балалар қолын жаяды. Жаңағы адам қолын сермеп шығады. Бір адамға тастайды. Ол ешкімге білдіртпей менде деп айту керек. Иә. Енді бұл жерде мен сақина салуға сәл қағаздар тұр. Бұл жерде мотор және датчик деген екі түрлі сөз жазылған. Бұл сөзді не үшін жазып отырмын? Мен қазір барлығыма бір-бірлеп осы қағазды теріп шығамын, қолымызды осылай ұстап тұрамыз. Одан кейін арғы топ мотор тобы болады, бергі топ датчик тобы болады. Яғни екі топқа осы арқылы бөлінесіздер. Қазір қолдарға түскеннен кейін бірден ашпаймыз. Мен таратып болғаннан кейін ана рұқсат беремін. Ашып болғаннан кейін кімге қандай сөз шықты, екі сапқа тұрып топқа бөліну басталады. Ал бастаймыз. Қолдарымызды ашамыз. Жайнап. Ұстап тұра береміз. Алла, сонымен біз сендерді мотор және датчик деген екі топқа бөлдік, я? Енді мына жерде біздің ұлттық құндылықтарымыз мотор деген топқа сандықтың қара түсін қойдық. Көрдіңдер ме? Ою түскен. Екінші датчик деген топқа қызыл сандық қойдық. Бұнда да ою өрнектелген әдемі өзіміздің ұлттық сандықтарымыз. Осы екі сандыққа, екі топ бойынша асықтар жинаймыз. Егер бір сұраққа жауап беріп, бір жұмыс орындалып жатса, сендерге бір ұпай болсады, бір ұпайымыз бір асық болып есептеледі. Кім жауап береді? Сол топтың тұсына сандықтың ішіне барып, бір-бір асықты барып сала береді. Түсіндіңдер ме? Сабақтың соңында бұдан кейін сендерді осы ұпайлар арқылы бағалайтын болады. Қай топ жеңіске жеткендігі. Түсінікті ғой, я? Ендеше біз сабақты бастамас бұрын өткен тақырыпқа қысқаша шолу өтеміз. Бірінші сұрақ. Программалық блоктың неше жұмыс режимі бар? Кім жауап береді? Алдына жауап бере қояйық. Программалық блоктың 5 жұмыс режимі бар. Дұрыс айтасың, Алтынай, өте дұрыс, я? 5 жұмыс режимі бар. Келесі сұрақ. Блокта бұлардан басқа неше жұмыс режимі бар? Кім жауап бере алады? Бекзада тұра ғой, жауап берейік. Блокта бұлардан басқа 3 жұмыс режимі бар. Өте біз бүгінгі жаңа сабағымызды өтпес бұрын барлығында Алматы кітап баспасының цифрлық сауаттылық 2-ші сыныпқа арналған электронды кітапшасы барлығының компьютерлеріне орнатылған. Көріп отырсыңдар, бүгінгі тақырып сендерге ашық тұр. Роботқа арналған программаны іске қосу тақырыбы. Бүгінгі тақырыпты бастамас бұрын, мына бірінші суретке назар аударайық. Қараңдар, ойыншық машинелер тұр. Екеуі де жедел жәрдем, көріп тұрсыңдар. Біреу сары, біреу ақ. Бірақ бұл екі жедел жәрдемнің қандай ерекшелігін байқап тұрсыңдар. Кім айта алады? Нұрсұлтан айта ғой. Деген машиналар біріншісінде басқару тетігі жоқ, ал екіншісінде бар. Егер анда бірінші машинаны қолмен айдайды, ал екінші машина андай басқару тетігі бар. Ол басқару тетігімен айдамаса жүрмейді. Иә, дұрыс айтасың, өте дұрыс айтасың, я? Бізді бүгінгі өтетін тақырыбымыз енді осындай басқару тетігі арқылы жұмыс жасалатын арналған мәліметтер тізбесін бізде программа деп атаймыз. Бұл программа неліктен керек бізге? Бізге кез келген роботқа ішіне программаны орнатып,
сақтап қойғаннан кейін барып робот қозғалысқа келе бастайды. Ол роботқа мысал ретінде мынау екінші көрініп тұрған жедел жәрдем машинесі мысал болады. Осының ішіне программа орнатып қойғаннан кейін мынау басқару тетігін баса отырып, мынау жедел жәрдемді жүргіземіз, тоқтатамыз, оңға, солға деген сияқты дыбыс шығару сияқты түрлі қозғалыстарды жасап отырады екенбіз. Енді осы программа басқаруға арналған бейнероликке назар аударайық. Ибі-3 программасын іске қосамыз. Жаңа жоба құру үшін батырмасын басамыз. Жоба құруға арналған жұмыс алаңы пайда болады. Моторларды тәуелсіз басқару командалық блогын жұмыс алаңына орналастырамыз. Моторды айналу заңымен іске қосу режимін таңдаймыз. Моторды секунд санымен іске қосу режимін таңдаймыз. Моторды өшіру режимін қолданып, робот қозғалысын тоқтатамыз. Енді балалар, жаңа біз Легоның Лего 3 программасының қалай жасалатынын көрдіңдер, яғни осы программа арқылы бізде басқару тетігі қозғалысқа түседі екен. Енді робот ойыншық білесіздер, жаңа айтып отқандай, өзімен ешқашан қозғалмайды, ешқандай жұмыс атқара алмайды. Оған міндетті түрде іс-әрекет орындау үшін жаңа мен айтып өткендей программа орнау керек. Одан кейін оны басқару орнына сақтаймыз. Лего 3 роботының программасы компьютерде жүктеледі, оны іске қосу үшін Лего 3 программа терезесімен танысып өтеді. Енді мына жерде екінші сурет әрқайсының компьютерлердің алдында бар, қарап отыруларына болады. Мен айтып отқанда Лего 3 программасының терезесі мына тұрған сабақтың кішкене болса да біраз жеріне келді, көзіміз шаршады, компьютерге қарап, одан кейін денем сәті болса құрса бастады, сондықтан серпілту жаттығуын жасайық. Тақтаға назар аударыңыз. Сәлем. Алдымен көзге арналған жаттығудан бастайық. Көзге арналған жаттығу. Басымызды қозғалтпастан, бір дегенде екі көзімізбен жоғары қараймыз. 2 оңға, 3 солға, 4 төмен. Осылай 4 рет қайталаймыз. Жарайсыңдар. Әрі қарай жалғастырайық. Мойынға арналған жаттығу. 2 қолымызды белімізге қоямыз. Басымызды солға иеміз. 1, 2. Қалыпты жағдайға келеміз. Басымызды оңға иеміз. 1. Белге арналған жаттығу. 2 қолымызды кеудеге қойып, денемен оңға, солға бұрылу жаттығуын жасаймыз. 1, 2, 1, 2. Бірнеше рет қайталаймыз. Аяққа арналған жаттығу. 2 қолды алдыға қарай созып, 1 дегенде отырамыз, 2 дегенде тұрамыз. 1, 2. Біз бүгінгі тақырып бойынша жанасы датчигін құруымыз керек. Мына суретте кітапшада тұр. Жанасы датчигін құрайық. Қандай құралдар керек бізге? Белеттер керек екен. Ішіндегі түрлі майда жедел құралдары керек болады. Сендерге бүгінгі берілген тапсырма бағана сабақты түсіндіру барысында Lego Mindstorm Lego 3 программасын құру көрсетілген болады, бейнероликте бана естілген, сол программаны сендерге қазір құрып шығу керек. Жарайсыңдар балалар, программамыз жақсы өз деңгейінде орындалып шықты. Роботтарың дайын болған екен, ендеше барып іске қосып көрейік.
қарай жалғастырып көрейік. Мына жазу датчигін бүгін жүргізіп көрейік роботымыз, қаны көрейік. Ендеше жұмыс қараңдар. Міне бүгінгі бізді роботымызды жұмысты тоқтатайық. Ал енді балалар, мына терезеге келдік біз. Осы терезе ашылған кезде мына төменде түрлі барлық сәйкестендірулер тұр. Сипаттамаларын орналастырып сәйкестендіріп шығайық. Ал бастаймыз. Бүгінгі электронды кітапшаның ең соңғы бөлімдері сендерге арналған, өйткені бүгінгі өткен тақырыптарды сендерден тапсырма ретінде сұрап отыр. Тапсырманы орындап болғаннан кейін, роботтарды салып болғаннан кейін, бояп болғаннан кейін, сәйкестендіріп болғаннан кейін, ең соңында нәтижені басқан кезде прогресс дегеннен сендердің неше пайыз алғандарын көрініп тұрды, шықты ма барлығынан? Яғни бұл жерде әрқайсыңды электронды кітапшаның программасы бағалап берді. Бүгінгі белсене атсалысып, тең мотор тобы 4 ұпай, датчик тобы 4 ұпайға ие болды. 2 топта тең дәрежеге ие болды. Бүгінгі сабақ өз дәрежесіне жетті. Бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Сендерге бүгінгі сабақ ұнады ма? Ендеше балалар сау болыңдар.